оқыған надан оқымаған наданнан әлде қайда қауіпті. Сейфіңе, дорбаңа, лауазымыңа мас болма. Бұл жүзім шарабының мастығында емес. Өлік жуатын тақтайда оянасың. Хазіреті Омар неткен көркем айтқан. Харамнан бақыт іздегенге бақыт харам болады. Ел жұрт ақшасыздықтан емес, ақылақсыздықтан құлдырайды. Жақсылық деген сауда емес пайда табатын. Аллах үшін жасалады, ұмытылады. Үш нәрсе иманның белгісі. Бәлеге сабыр ету, нығметке шүкір ету, тағдырына разы болу. Мазлумның дүниесінде қиямет орнаса, залымның жастығына тыныштық берме, я Алла. Саған дұшпандық еткенге қарсы беретін ең маңызды жауап ол сияқты болмау. Бір істі көрсету үшін жасама, және ұялғаннан да тастама. Сен үшін Аллаға дұға ететін кісілерді жоғалтпа. Біздің ортамыз үмітсіздік ортасы емес. 100 рет тәубеңді бұзсаң да қайта кел. Азан бүкіл адамзатқа шақырылады. Оны қабылдағандар сәждеге барады. Кірдім білім мәжілісіне, сұрадым, еттім талап. Деді маған, тек қана әдеп, тек қана әдеп. Дүние өміріне бет бұрғандар теңіз суын ішкендерге ұқсайды. Ішкен сайын шөлдейді, шөлдеген сайын ішеді. Құлшылық жасамағанда қынжылмау жүректің өлік екенін көрсетеді. Қолыңнан келгенше кімге болса да жақсылық жаса. Егер ол лайық болмаса, сен лайықсың. Өзгенің қиналғанын көргенде қиналмасаң, адам деген атқа лайық емессің. Талап етуді тастасаң да, тағдыр сені тастамайды. Тағдыр ол еңбекпен қол жеткізетін нәрсе емес. Мен таразы емеспін ғой, қателік жасамайтын. Адамдарды мазақ ету деген, егер сенсек күнә, сенбесек айып.